Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Енді адам баласы қарыз болса, бірақ құрбандық шалғысы келеді мысалға. Бірақ оның қарыздары бар беретін. Бұл жерде біз не дейміз? Егер шамасы жетпесе, бұл бекітілген сүннет. Бекітілген сүннет. Жалпы ілім егерлері құрбандық шалды сунна муаккада дейді. Яғни бекітілген сүннет. Яғни шамасы келмесе, егер мойында қарыз болса, ол қарызын жапқаны абзалырақ болады. Неге? Қарызды жабу уәжіп, ал сүннет муаккада ол бекітілген сүннет. Сондықтан қарыздан құтылған не дейміз? Дұрыс дейміз. Бәлкім ол қарыздан құтылған үшін үлкен одан көп сауап алады. Өйткені уәжіп нәрсені орындайды. Бұл біріншіден. Екіншіден, мысалға қарызға алып мал соятын болса, құрбандық шалатын болса, мысалға бір тұрғылықты жерде жұмыс істейтін болса, кейін айдың аяғында мысалға ол өзінің айлық ақысын алатынына толық сенімді болса, бұндай жағдайда ол кісіге қарызға алып союға болады. Сол сияқты жаңағындай өзінің белгілі бір нақты сенімді жолдардан адал жолмен келетін ақша көздері болса, мысалға сауда саттықпен айналысса, тағы да басқа ақша қаржылай мүмкіндігі болса, сондай жағдайларда қарызға алып союға болады. Бірақ егер жаңағындай ақшасы болмаса, сол сияқты қарыз болса, біз не дейміз? Қарыздан құтылған абзал, қарыздан құтылған дұрыс. Өйткені жаңағы сунна муаккада деген ғалымдардың сөзі бұл күштірек сөз. Аллаху тағала алам.